Қызым, есікке біреу келіп барып қара. А? Біреу келді, есікті қара бар. Абысын, сен екенсің. Ақында балла дөші бақтың. Өздерің қалайсыңдар? Жақсы, аманшылық. Қызың бой жетіп қалыпты ғой. Не ғой, ана Сағынбайдың ұлына үйлендіреді деп қыз іздеп жүрген. Құда қалмайсыңдар мысалы? Сен де айтады екенсің. Мен қызым кеше ғана оқу бітірді енді. Оқуға түсу керек, университет бар деген сияқты, диплом алу керек. Жарайды, өздеріңдер. Қызым, қайда барасың? Мам, мен сізге айтып едім ғой азамат туралы. Айтпақшы ол үйлендік дейді. Үйленген емес, 5-тен 5 шықпай жатып. Асықпа, дипломыңды ала, барған жеріңнен ұят болады. Дипломсыз келін атанасың. Жігіт жақсы көрсе, өзі ақ келеді. Абысын, мына қызды тұрмысқа беру керек, жасы 30-ға таяп баратыр. Өзінің жігіті жоқ бетін? Болған, үйленіп кетті. Енді қарастыруға болады, қайдан бірақ. Қазіргі жігіттер жас қыз алғысы келеді. Бір шешімі болар. Я, таныс жағдай ма? Сіздің де туыс, таныс, көрші қыздың басында бар мәселе шығар. Бүгін өткір тақырыпты талқылаймыз. Тұрмысқа шыққым келмейді. Тақырыбымыз. Армысыз көрермен, біз тікелей эфирдеміз. 55-31-80, 55-31-81 байланыс телефонымыз. Ол 25-те өзін өзі асырай алады. Ажырасқан құрбыларын көріп, одан да шықпағаным артық дейді. 40-тың 40-асы жақындағанда ол жалғыз басы ана атануға бел буды. Тұрмыс құрған әйел жан жақты бола алады дейді келесі кейіпкер. Ал құрметті көрермен, хабарласыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз және де тікелей байланыс телефоны 2 күн демалыста ұмытып та қалмаған шығарсыздар, бірақ та осы аралықта бізге хабарласып жататын және де редакциямызға хабарласатын қыз-келіншектер өте көп. Редакциямыздың да телефон қосымша жазып алсаңыздар болады. 55-32-86. Бүгінгі күннің сұрағы мынадай, яғни көбірек басы бос қыздарға арналады. Шындарыңыз айтыңыздаршы, тұрмысқа шыққыңыз келе ме? Я немесе жоқ жауабын 1035 смс порталына жолдаңыздар. Ал енді сарапшыларға кезек берейік. Марал Сарбасқызы біздің тұрақты психологымыз және де менің оң жағымда тұрақты деуге жақындап қалған дейінші. Жұпар ханым, Жұпар Наханова, дәрігер-гинеколог, медицина ғылымының кандидаты, денсаулық сақтау саласының үздігі. Жұпар ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Жағдайыңыз, жұмысыңыз? Өте рахмет, өте жақсы рахмет. Тақырып өзекті, алдыңызға жиі келеді бұндай қыз келіншектер, қыздар, арулар келеді көбірек, е? Қыздар келеді көбіне, е. Қыздар келеді. Қандай да бір статистика бар ма? Статистика... Сандарды сөйлете аламыз ба? Енді статистика бойынша айтуға болады, бірақ ол статистика нақты емес қой, өйткені ондай қыздар есепке тұрмайды ешқайда, бармайды, жазылмайды ешқайда, содан кейін оны статистикаға ала алмаймыз. Былай айтайық, қаншалықты жиі келеді? Қаншалықты жиі келеді дейсіз бе? Енді болып жатады, айына біреу-екеу келеді болады. Ашық айтады ғой, менің жұбайым жоқ, тұрмыста емеспін. Айтады, иә, әрине айтады. Бірақ аяғым ауыр. Көмек сұрап келеді көбіне. Түсік жасатсам деп келеді, болмаса босануға болама деп келеді. Қазір енді қыздар көп қой, тұрмысқа шықпай босанып жатқан. Түсік жасатсам ба деген жағдай, ол мүлдем кішкене басқаша. Ал біле отырып, әдейі тұрмысқа шықпай-ақ, бала көтеріп жатқандар санына
өкінішке орай ондай қыздар да кездесіп жатады. Жалпы енді ол біздің қазақтың қазаққа жат нәрсе ғой ол. Тұрмысқа шығып, әкесі болғаны дұрыс, ертең күйеуге бергенде де мысалы, баласын үйлендіргенде де тегімде бұл міндетті түрде сұралады. Сондықтан мен ойлаймын, енді тұрмысқа шыққандары дұрыс қыз балалардың. Жалпы бұл тек қана қазаққа ғана жат емес, басқа да жалпы барлық өзбек енді мұсылман халықтарына, мұсылман мемлекеттерге өте жақын нәрсе. Елімізде тұрмыс құрушылар саны азайып бара жатқандығын мамандар да айтып жатады. 2014 жылы қаңтар-сәуір айларында қиылған некелер саны 14.151 болса, биылғы жылдың 4 айында бұл көрсеткіш 39.362-ге тең болып отыр. Мінеки, көріп отырсыздар. Бірақ та біз әр некенің 4-тен 1-і ажырасады десек, Марал Сарбасқызы, қыздардың бойында қайдан пайда болған сенімділік бұл? Жалпылап айту өте қиын. Біз бүгін нақты әрбір жағдаятты алып, солай қарастырайық. Оның бірнеше факторлары бар ғой. Бастысына тоқталайық. Сенімділік емес, мүмкін ер азаматтарға деген сенімсіздік шығар. Көбірек. Жақсы. Мансап қу. Бар, әрбір әйел адамзаты өмірге келгенде, кішкентай кезінен бастап, бала кезінен, қыз бала кезінен бастап, әрбір әйел армандайды. Отбасын құрам, ханзаданы күтем деп. Бірақ сол армандар орындамағаннан кейін, бірте-бірте мақсат өзгере бастайды, не ой өзгере бастайды. Болмаса бір келеңсіз жайтқа әртүрлі өмірде болған жағымсыз жағдаят сақталынып қалады. Өмірде жағымсыз тәжірибе дейміз. Солар жинала келе, адам кей кезде белі болады. Маған ер азаматтың қажеті жоқ. Мен өзіме сенемін. Бүгін біз бұл тақырыпты мейлінше ашуға тырысамыз. Бұл жігітте бір кездері қаншама қыздың ақ ханзадасы атанған еді. Және де қазіргі жағдай қандай екен? 2 жылда эстрадамызда көрінбей кеткен белгілі әнші сүйікті ұлдарыңызды шақырсам деп отырмын. Қайрат Түнтеков бүгін арнайы біздің хабарымызға келіп отыр. Қош келдің, Қайрат. Жағдайың қалай? Көрмегелі қанша болды? Саламатсыздар ма? Жағдайың? Көңіл күйі? Керемет Түрлете ғой, өзіңен ғайлы. Қайрат көрінбейді, Қайрат немен айналысып жүр, Қайрат үйленді ме, Қайрат баяғы айыппұлды төледі ме, Қайрат былайша айтқанда сұрақ өте көп. Бірақ тақырып басқа сияқты, Тақырып басқа, бірақ бірінші сенмен. Қайырлы күн. Мынау осы бағдарламаның көрермендері. Енді біз жаңалық бізде көп. 2 жыл жаңа айтып жатсыз, 2 жыл жоғалып кетті. Енді әртүрлі жағдайлар болды. Бірақ мойымаймыз. Ең бастысы бір сөзбен айтқанда демалдым. Бәрінен. Негізі әйелдер 2 рет текіреттік демалысқа барып келеді. Екіншісіне шығып жатады 2 жылда. Үйде жағдай сондай болған жоқ па әйтеуір? Жоқ. Ондай емес, Енді ішінекей қарамай спортпен де айналыстым. Кішкене өзімді алдап әйтеуір. Бірақ өзімді былай сезіндім де, енді өнерсіз қалай болады екен деген бір өзімді көрім келді. Тексеріп көрім келді. Қалай болады екен мен өнерде болмасам деген сияқты. Сөйтіп болмайды екен, бірақ. Қызық жағдай екен. Өте қызық жағдай. Өнерсіз бір түрлі шығар, Енді ойладым ғой, бір бизнеспен айналысып көрем ба деп. Сөйтіп ем. Ол да болмады ма? Енді ол негізі жігітке жеті өнер аз дейді ғой. Соған қарамастан, бірақ өнер бірінші орында. Жақсы, өнерге қайта оралған Қайрат Түнтековпен біз сұхбатымызды қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Құрметті көрермен, және де бүгінгі біздің хабарымызда 3 бірдей кейіпкеріміз бар. Әрине басы кейіпкер өздеріңіз сіздер, яғни сіздер де хабарласып, жағдайларыңызбен бөліссеңіздер болады. Қазіргі таңда отбасын құрғысы келмейтіндер, яғни бойдақтар армиясы күн санап артып келе жатыр деген ой санамызға сіңіп қалған. Соларды үйлендіру үшін не істеу керек, және де қандай ұсыныстар бар, осының жауабын білу үшін қалың бұқара арасына еніп көрмекпін. 60-тан астық. 60-тан астыңыз ма? Неше жаста тұрмыс құрдыңыз? 20-дан асқаннан кейін, наверное. Үйленейін деп жатырсыздар. Жастарыңыз неше? 20-да.
Екеуіңіз де? Ерте емес па 20 жаста үйленіп? Жоқ, ерте емес. Көп жүрген жоқпыз. 4-5 ай. Тез үйленіп кеткен ғой? Тез үйленіп кеттік. Жасым 23-те. 23-те? Мен қазір шақырып отқан еді, ана жерде скидка. Қанша? Неше жасыңызда үйлендіңіз? Үйленбейсіз бе? Бойдақпыз ғой. Неге үйленбедіңіз? Неге үйленбедіңіз? Білмеймін. Үйленгем Қанша жасыңызда үйлендіңіз? 22 жасында үйлендім. 22-де, 23-те ана болды. Мен 27-ке толдым. Жолдасыңыз? 22-де. Қанша жыл болды үйленгеніңіз? 9 ай. Содан асып кеткен ол қыздарыңыз бар да. Соларға қандай шара қолдану керек деп ойлайсыз? Мүмкін салық салуына жетіп шығады олар. Жоқ, ол дұрыс емес деп санаймын. Салық туралы ма? Бойдақтарға салық салған дұрыс қой. Тез үйленеді да. Салық салған жөнді емес деп ойлаймын, себебі оған ешкім келіспейді, және салықты төлейді деп ойламаймын. Салық салсын, бірақ дұрыс деп ойлаймын, негізі салық салған бойдақтарға. Әйтпесе жүре береді, мысалы, 30-ға келсе де. Сондай шара одан болса үйленбейді, жүре береді. Болмаса андай көптеп агитационный бір нәрселер жүргізу керек, чтобы отырқамау үшін, әйел адамдар ауру болып қалады, бала тумаса деп сондай сияқты көп жүру керек. Айналып келгенде санасына байланысты ғой. Некогда. Жақсы, ол қойын. Көлік келе жатыр. Жиһаздың демеушісі үлесі жоғарғы дәрежелі жиһаз өнімдерінің сауда екенін естеріңізге саламыз. Тақырыбымыз тұрмыс құрғым келмейді. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Қайрат Түнтеков бүгін ортамызда. Қайраттың біраз құпиясын білгіміз-ақ келіп отыр, бірақ кейбір сұрақтарға жауап бермейтін сияқты. Нақты айтсақ, қандай сұрақтар мазалайды, шаршатады, сұрамасын деп отырсыз? Көрермендерде хабардар болсын? Өмірімнен өткен, жаңағыдай, басымнан өткен. Жаңағы енді қиыншылықтар деп айтпаймын енді, бірақ жаңағы оңай емес сынақтар. Әрине осы тақырыптарды негізі жауып тастау керек. Өйткені 40 күн түрмеде отырғаныңды? Оның бәрін. Өйткені бұл 3 жыл бұрын болған нәрсе. Оның үстіне мен әрине де қазір шындықты айтатын болсам, шындықты айта берейін ба? Біз тек қана шындықты жақсы көреміз. Енді бұл тақырыпты мен қозғағым келмейді. Өйткені еркектің басына не өтпейді дегендей бар. Оның үстіне бұны қазір мен ұмытып та кеткенмін. Ол 40 күн деген не? Мысалы. Біреу үшін 40 күн 40 жылмен сәйкес келеді. Енді біз оны да төтеп бердім ғой, мысалы. Оны да, мысалы, өтіп бердім. Намыс бар. Намыс. Намыс бар. Әрине де бұны мен қайта-қайта тыңдай бергім келмейді да, мысалы, менен де әр жерде жүрген кезде бәр жерде сұрайды менен. Соқыр намыс емес пе? Жоқ. Сенімдісің бе? Сенімдімін. Бұл жерде бұл тақырыпты айналып келе беретін болсақ, бұл жүйке тозып кету мүмкін да. Сондықтан мен ұмытылды, шешілді. Шешілді, ұмытылды. Мен де оған келгім келмейді қайттан, жақындағым келмейді. Позитивке көшейік. Аллаға шүкір, бәрі керемет. Әрине, Жұпар ханым. Бірінші Қайратты көргенде мен жаңа студияға келгенде қатты қуанып қалдым. Өйткені Қайрат біз үшін сол баяғыда қалай жарқырап шықты эстрадаға, сол бетінде, сол күйінде біздің есімізде қалдың, Қайрат. Сол күйінде жас болып көрініп жүрсің деп қойсаңызшы. Жоқ, талантыңды айтамын да өзіңіздің. А сіздің жаңағыдай өткен бір басыңыздан өткен сынақтар, ол біз оны ұмытып кеттік, мысалы, көрермен ретінде мен сізге айтып отырмын. Ол болмаған да сияқты біз үшін. Сондықтан әрқашан біз сізді көруге қуаныштымыз. Жақсы, сұрақ мен негізі қойған жоқпын, өздеріңіз айттыңыздар бар шындықта. Сондықтан Ләйлә жабайық деген ба? Жабық, жақсы, сөз берем. Екінші сұрақ, үйленген үйленбегендікке байланысты. Мұны мен қоймасам, бәрібір көрермен де хабарласуы мүмкін. Біз тақырыпқа ақырын сіздің сол жауабыңыздан кейін ауыссақ па деп отырмыз кейіпкерімізге. Жоқ. Үйленбеді. Қарындасың бар ма, туған? Әпкең? Әпкем бар. Жас нешеде? 20 деппін ғой қазір. 38-ге келеді. Тұрмыста, бала шағалы? Тұрмыста, 4 бала шағасы бар. Қанша жасында шықты? Шамамен? Қанша жасында? Шамамен, қазір айтам, 38 болса, қазір 28-дерінде шықты оқымы? Кештеу, Кештеу шықты. Кештеу шықты, өйткені көп кездесіп жүрді да енді жігітімен. Біраз уақыт
болады ғой кейде, Иә, мысалы 5 жыл жүріп қалады, 4 жыл жүріп қалады, 7 жыл жүретіндер бар мысалы. Сол сияқты ұзағынан жүріп қалды да. Бір-бірін мүмкін білген шығар, сынаған шығар, көрген шығар. Қандай да бір шарт қойылған жоқ қой, сенде міндетті түрде 2 дипломың болу керек. Жоқ. Міндетті түрде сен жоғарғы оқу орнын тәмамдағаннан кейін барып шығасың деген, сенің анаңның тарапынан. Жоқ. Болған жоқ. Болған жоқ. Негізінде әпкем өнерге жақындау еді. Фортепиано класын бітірді кезінде. Фортепианоды жақсы ойнайды. Бірақ жаңағы әрине махаббатын кездестіргеннен кейін жездемді. Енді бұл сезім ғой енді. Бұл сезім болған кезде бас айналып жүреді дегендей. Әлі күнге шейін ұшып жүр ғой. Төрт балаға қоймай, қазір тағы 5-ші баланы да тумақшы. Қайрат, оны сен бір қорқынышты қылып айттың. Ол деген керіс. Сезім дегенім ғой сол. Жақсы ғой, фортепиано жайына қалды. Бәрі жайына қалды ғой. Дұрыс. Мен қазір ортаға жасы 25-те бірінші кейіпкерімізді шақырсақ деп отырмыз. Гаухар Ерланқызы тұрмысқа шықпаған, тұрмыс құруға да асықпайды. Қазіргі заман бөлек, көзқарас бөлек дейді. Мен жалғыз қалам деп қорықпаймын, өз-өзімді асырай аламын дейді. Тыңдайық өзін, Гаухар ханым, келіңіз. Төрлетіңіз, сәлеметсіз бе? Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Қайраттың әпкесі 5-шісіне аяғы ауыр. Келіңіз, отырыңыз. 28 жасында тұрмысқа шықты. Мүмкін сен қазір 25-тесің. 28-ге дейін әлі ой пікір өзгеруі мүмкін. Әлде бітті осы қатып қалған ойыңда тұрасың ба? Тұрмысқа шығудың қажетіне деген. Ол қайдан туған ой? Не болды? Кім ренжітті, Құдай? Өмір сондай ма деп қойсаңшы. Ең басты ешкім ренжіткен жоқ, әрине. Келеңсіз жайт болған жоқ қой, көңіліңді қалдырған жігіт. Жоқ, ондайлар болған жоқ. Әрине жүрдік, барлығы болды, бірақ оқуды енді бітірдік қой, 2015-те. Сондықтан мен ойымша... Бір жыл өтті. Оқу бітіргеннен кейін тезірді күйеуге шығу деген мен ойымша кішкене жұмыс істеу керек сияқты. Жұмыс істеп, өмір көріп дегендей. Сөзіңіз бөлейін. Карьера десеңші бірінші. Мансап қоғамыз. Карьера. Енді неше түрлі мақсаттарым бар, шетелге бару деген. Жақсы, мақсаттарға тоқталайық. Анық тоқталайық. Бірінші мақсатыңыз. Бұл өмірдегі дейік, шетелді содан кейін айтасыз. Жақсы. Бірінші мақсатым ана мен әкенің берген білімін ақтау. Яғни олар оқытты дегендей. Ақтау деген сөздің астарында не жатыр? Жұмысқа тұрып, табыс тауып, яғни мені осы дипломның арқасында мен өмір сүріп жатырмын дегенді көрсету үшін. Демек, сол тапқан табысыңа ата-анаңды шетелге жіберіп, болмаса әдемі көйлегін әперіп дегенде көңілін көтеру мақсат. Осылай ата-анама уайымдамаңыздар, дипломым бар, бір қағазым қалтамда, соған байланысты нанымды тауып жатырмын дегенде соны көрсеткім келеді. Жақсы, екінші мақсат? Екінші жаңағы ең басты мақсат осы. Осы мақсатқа байланысты, яғни екінші мақсат ол өзім шетел тілі факультетін бітіргеннен кейін шетел жақсы көремін. Сол жақтарға біраз барайын. Әлемнің қанша мемлекетінде болғыңыз келеді? Кемі 6-5 жетеді. 5-6. Үшеуінде болдым, енді тағы кішкене. Ол 0,01% дүние жүзінде. Білем, енді қазіргі уақытта сол жеткілікті. Мен Чехияда, Прага қаласында, Австрияда, Венада және Германияда, Дрезденде болдым. Енді өзіңіздің тіліңізге қарай бұлай ығыспаймыз ба? Шығыс Азияға қарай Қытай тілін біледі екенсіз? Иә, білем, ағылшын Қытай тілін мұғаліммін, маманмын. Енді келешекте жоспарым Қытайға міндетті түрде кем дегенде 1 жылға оқуға барып келуге. Неге Қытай? Өйткені екінші тілім Қытай. Қытай тілін қатты жақсы көремін. Сөйлей аласыз ғой? Иә. Қытай тілі мамандары бір хабарласып сынап жүрсе қалай қарайсыздар, тікелей эфирде біздің Гаухарды? Араларыңызда Қытай тілін жақсы меңгеретін маман болса, онда хабарласыңыздар. Осы шетелді көру, мәдениетімен танысу, қыдыру, енді оның барлығы жаман нәрсе емес, жақсы нәрсе. Ол адамның, мысалы, ой санасын кеңейтеді, мысалы дейін. Ғашық болып қалуға да болады шетелдікке. Иә. Бірақ мен ғашық болмаймын. Тек қазақ. Тек қазақ? Қазақ. Мен ол жағына ұстанамын. Қазақтың әдемі жігіттері бар ғой. Зачем? Қайрат отыр ғой. Жақсы. Жалпы елімізде жылында орта есеппен 100 000 неке қиылса, оның 20% аралас неке екен. Шетелдік күйеу балалардың басым бөлігі Франция, Біріккен Араб Әмірлігі, Түркия, Ресей, Қытай, Америка елдерінен.
Мінекей қызық ақпарат. Біздің Гаухар ешқандай да аралас некеге бармайды, және де оған көзқарасы теріс. Теріс, иә, дұрыс. Тұрмысқа шығу жоспарыңда жоқ. Қанша сұрадың? Жоқ. Қанша жылдан кейін? Енді білмеймін, енді оны әлі қарастырған жоқпын. Енді оқуды бітіріп, енді жеке жаңа бизнесті ашып едім, соны көркейту керек, айналдыру керек. Өйткені білесіз ғой, қазақтың салты бойынша жаңағы келін деген көбінесе үйде отыру керек, жаңағы көбінесе. Ну, көбінесе енді қалай мен шетелге барып кетіп жүремін мысалы. Мысалы, еркіндіктен айырылғың келмейді. Шетелді былай айта берейік. Солай айтуға болады. Негізі қазіргі заманға сол сай болып кетті ғой, еркіндік деген негізі әйел адамда. Мансап қуу, еркіндік. Өзімнің жеке ісімді ашсам, бизнес. Бұрындары, қандай еді біздің аналарымыз? Бір нәрсені түсініксіз болып отыр маған. Жоспарыңызда тұрмысқа шығу бар. Жоқ бәлде. Мүлдем. Қазір жоқ менде. Мүлдем. Болашақта бар деп айтсаңызшы. Жоқ, өзі жауап берсінші. Жалпы бар ма жоспарыңыз? Қазірде жоқ, қазір жоқ. Болашақта? Ол мен болашақты қалай қараймын мысалы, мен білмеймін ғой, ертең 2 жылдан кейін мен көзқарасым қандай болады деп. Мысалы, олай алдыға қатты секіріп келемін, бірақ қазір жоқ. Сіз тым қатты ақшаға тәуелді емессіз бе? Мысалы, сіз қазір жеке ісімді ашсам деп отырсыз. Яғни ақшаға тәуелділік, ал жігіттен тәуелсіздік алғыңыз келеді. Жоқ, ондай емес. Бұл жерде былай мысал келтірейін. Қазіргі таңда күйеуге шығып жатады, қыздар. Көбінесе күйеуінің, қалай айтсам, жолдасын дейін, ақшасын күтіп, яғни содан сұрап, сондайды мен өзім ұнатпаймын. Иә, мен ондайды ұнатпаймын. Жақсы, ол алады. Негізі еркектер көп қой, оны түсінетін де еркек көп, мысалы. Сіз ойлап отырсыз жаңа үйде отырып, сіздің ойыңыз, мысалы, әйел адам күйеуге шығатта, ол кезінде болған нәрсе шығар. Қазір заманның ағысына байланысты, ол әйелде де еркіндік болады. Ол ең бастысы баспен жұмыс істеу да. Түсінесіз бе? Ол, ойбай, мен ақша күткім келмейді, мен оны неғылам, мен одан сұрап күйеуімнен позор түсетіп дегендей. Ондай емес та, мысалы. Ол, сіз мимен жұмыс істесеңіз, ондай еркек бар, табылады сізге сай. Түсінесіз бе? Енді Қайрат мырза, сіздің мимен жұмыс істеу дегеніңізді сәл қулау болсаңыз деген мағына ма бұл? Саналы түрде. Жоқ, сана сезім жаңағыдай. Ақша сұрағанда тұрған ештеңе жоқ дегенге түсініп тұрмын ғой. Ол, мысалы, жаңа айтып отыр ғой, әйел адам, мен мысалы сұрағым келмейді дейді да. Ол жақсы көретін еркек, ол өзі ақ келеді үйге. Мысалы да. Оның үстіне еркіндік өзіңізде де бар. Сіз оған мысалы түсіндіріп айтсаңыз, мен міне осындай жаным, менің өзімнің бір жоспарым бар еді. Осындай маған кішкене көмек бересің ба, маған бір ой айтып жібересің ба, осындай бір бизнесімді ашқым келген еді. Түсінетін еркек бар ғой деп ойлаймын да мен негізінде. Бар, 25, бірақ 25-тегі 25 болса да сіз өзіңізді жас сезінесіз. Іштей қанша жасқа сезінесіз өзіңізді? Психологиялық тұрғысынан? 21 деп айтуға. 21, иә? Әрине. 21-дегі қыз сияқты өзіңізді елестете аласыз. Сөзімді аяқтасам, сізде мен білмеймін ғой 2 жылдан кейін не болатын дедіңіз, иә? Бірақ мансап құру жағынан, шет елді аралау жағынан сіз білесіз 1-2 жылдан кейін не болатын. Ол жағында сізде сценарий бар. Ер азаматпен отбасын құру сізде жоқ. Қателесіп отырмын ба? Қалай бар, солай айтыңыз. Мен сіздің іс-әрекетіңізді мүлдем сыйлаймын, сіздің шешіміңізді. Сынға салайын деп отырған жоқ. Маған нақты түсінікті болса екен, бәрімізге түсінікті болса екен. Сондықтан қалай, осы менің айтып отырғаным дұрыс па, бұрыс па? Мен сіздің сөзіңізді қана сыртқа шығарып айтып отырмын. Ештеме қосқан жоқпын. Кішкене шамалы келіспеймін. Өйткені, мысалы, мен оқу бітірдім, дұрыс па? Шетел тілін ұнатамын, иә? Мен біліп отырмын, ертең шетелде мен не істейтін мысалы да, дұрыс па? Мүмкін мен барып товармен алысатын шығармын, мысалға. Мен о жағын біліп отырмын. Неге қаша бересіз, нақты айтыңызшы, бар ма, жоқ па? Жоқ, әзірше шықпаймын мен. Болашақта, әзірше деген ол 1 жыл ма, 3 жыл ма, 5 жыл ма, 10 жыл ма? Тек бір
гинекология жағынан бір керек дегендерді білемін мен. 26 жасқа дейін дегенде енді денсаулығымызға Сіз түсінбей отырсыз. Қандай гинекологқа барды екен, 26 жасына дейін деген. 26 жасқа дейін не ол? Риза отырмын Гаухарға. Осы жерде айтып кетейін түсіндіріп. Өйткені біз мына қыз келіншектерге Көзін түсіндіруіміз керек ашыңызшы қыздарға. бәрінің 26-ны қайдан алдық? Не деген 26 болды? Иә, негізі қыз баланың жаңағы организмі толық қалыптасып жетіліп уже 25 жаста аяқталады. Ол одан ары қарай өспейді, ол тоқтайды. Значит, қазақша айтады, сүйегі қатаяды дейді. Гаухардың айтып отқаны да рас енді. 25-ке келгенше қыз балалар босанып алу керек. Мен айтар едім, жалпы қазақтың қыздарына, жалпы қазақтың қыздарына, жалпы қыздарға. Бірінші баласын осы 18 бен 22-ның арасында босанып алу керек, міндетті түрде. Екінші баланы 22 мен 25-ның арасында босану керек. Өйткені 25-дің арғы сүйегі қатаяды да қыз баланың, оған босану ауыр болып келеді. Толғағы ұзақ болады, сүйектер ашылмайды, босану жолы ашылмайды, жақсы. Сондықтан 25-ке дейін босанып алған дұрыс, Гаухар? Иә, бір қазір емес. Негізі өте дұрыс айтты. 26-ға дейін дедің ба, не дедің жаңа? Иә, естідім дейді. Естіген сөзіңіздің жаны бар, мен сізге айтайын. Сүйек қатаюға ғана байланысты ғой енді. Қалған жағынан қателесіп отыр ғой. 22-ке дейін бірінші баласын дүниеге әкелу жағынан қателестік. Негізі 40 жасында босанып алғандар бар. Қыз балалар сол 25-ке жеткізбей айтып отырмын ғой, жаңа бірінші баласын 22-ке дейін босанған дұрыс, екіншісін 25, үшінші баласын 32 жасқа дейін босанып алған дұрыс. Әйелдің жасы ұлғайған сайын, кейбір әйелдердің бойында аурулар көбейе бастайды. Ол ауру міндетті түрде балаға беріледі қан арқылы мысалы. Енді бұл физиология. Иә. Бұл табиғаттың жаратылысы, бұған қарсы келмейміз. Екі көрерменіміз желіде тұрып қалды, 5 минуттай болды. Марал ханым, ойыңызды аяқтаңыз. Сіздің басында қойған сұрағыңызға жауап берем. Қандай себептер бар деген. Бірінші себеп, міне, нақты жағдайға байланысты айтып отырмын. Бұл кісінің өзінің сенімсіздігінде өзіне деген. Қазір талдауға отырамыз ар жағында. Отбасын құрмау. Солай ма не? Сөздің астары сол. Мен өте сенімді қыз бүгін эфирге келді екен десем, мүлдем өзіне сенімсіз жан дейді. Тыңдап отырмыз, көрермен, сіз не ойлайсыз, жақсы? Эфирдесіз. Алло. Иә, амансыз ба? Алло, сәлеметсіз ба? Мен Семей қаласынан хабарласып отыр едім, Ләйлә ханым. Сіздердің бағдарламаларыңызды үзіп тыңдап көреміз, сүйсінеміз. Енді мына Гаухар ханымға қояр сұрағым болып тұр. Қойыңыз. Ол осы Гаухар қарап отырсаң тұрмысқа шығуды екінші кезекке қоя отырып, ертең тұрмысқа мүлдем шықпай қаламын деген деп ойламай ма? Және де ол 28 жасқа тұрмысқа шықсын делік, ол өзде тұрмысқа шыға қоймаған деп шақыратын жігіт табыла ма оны? Қыз мұраты кету деген. Қыз ертерек өзінің баратын жерін тауып, ата-анасына жиендерін сүйгізіп, ол деген қыздың көрсететін қызығы осы деп ойлаймын. Мен өзім 28 жаста тұрмысқа шықтым. Қазір 3 балалымыз. 40 жаста кішкентайлы баланы дүниеге әкелдім. Ал қазір өкінемін, неге менің 5 балам болмады екен деп. Неге мен 20 жасымда тұрмысқа шықпадым деп, Иә, неге 20 жасында шешемнің тапқан 10 баласын, неге 5-еуін таба алмадым деп, қазір мен өкініп отырмын. Дұрыс, жиендерді дүниеге әкеліп деген сөзіңіз ұнады енді. Бірақ та бұл кісінің пәлсапалы ғой енді, нақты сұрақ қойғанда. Былай қарасақ, өзі 28 жаста шықтым дейді, әлі кеш емес, сонда мысалы қарасаңыз. Өкінем дейді. Әлі 3 жылым бар десің. Өкінем дейді. Өкінем деп қорқпайсың ма жақсы? Жоқ. Оқу болса, бас болса, дегендей диплом болса. Сен тұрмысқа шығуың үшін сенде не болу керек деп ойлайсың бірінші? Тұрмысқа шығу. Сен тәуелді болмас үшін біреуге? Жұмысым. Жұмысың, екінші? Диплом. Дипломың бар, ол түсінікті, жұмысың. Күйеуге шығуға дайынмын деген. Яғни ертең. Үйім, жайым, көлігім. Жоқ, көлік енді мен басында ойлаған едім көлік деп, сосын ойладым, ол қатты маңызды емес деп негізі көлік алу. Дайын болу керек психологиялық түрде. Психологиялық тұрғыда. Біреумен бір бөлмені бөлісуге, біреумен бір дастарханда отырып тамақ ішуге, біреуге тамақ жасауға, біреудің киімін тазалауға. Нақтылайық, сонда неге дайын болуымыз керек? Осының барлығына дайын болу деген, психологиялық дайын болу деген осы ма? Иә, осы. Демек, сен дайын емессің. Иә.
Жақсы. Бәрі сұрай беретін шығар. Көбісі сұрайды, иә. Мысалы, қалай айтсам жаңағы дайын болу. Мен қазір үйдемін ғой, мысалы ата-анамен, қайда барсын сонда барам. Мысалы айтам, анда барып келем, өзім барып келем. Туыстарыменен барам, иә. Мысалы Қарағандыға мысалы 2-3 күнге болады. Ал егер күйеуге шыққанда жалғыз ешқайда бармайсың. Күйеуіңмен немесе шықпай-ақ қой. Құрбыларыңның арасында ажырасқандар бар ма? Ажырасқандар ойланбай. Так, жоқ қазір. Тек бір дұрыс жай таныс қанақ бар. Несін, яғни оқиғасын білмеймін. Неге олай болған? Ал жақын құрбыларым барлығында ондай жоқ. Тұрмыста бәрі? Иә. Осы 1-2 жыл болды шыққандарына, шынымды айтсам. Бәрі асықпа деп айтады екен ғой саған. Бір құрбым бар, айтты, ой, я хочу замуж деп осылай. Асығып, все, я надо уже деп солай. Шыққаннан кейін айтты, Гаухар, асықпа деді. Неге? Айтады, погуляй дейді маған. Посмотри, походи, ты ж только закончила. Съезди куда-нибудь, куда хочешь. Иди за рубеж, успеешь, хотя бы, пару лет походи. Солай айтты. Мысалы, 1-2 жыл тағы деп. Жоқ, енді ол айтқаннан кейін арғарай өзінің ойымен жалғастыру керек қой, өйткені тұрмысқа шыққан кезде. Жаңа осыны айтып жатыр. Қалай қазақша лишний раз ешқайда шыға алмайсың дегендей. Сол айтып жатыр. Сабақ оқу бітті, үйге жүгірем дейді. Тамақ барлығын пісіру үшін. Ол сонда ол кісіге жаман нәрсе болып тұр ғой, үйге жүгіру, бірге бөлісу, тамақ істеу деген. Бір кешіріңізші, каторга болып тұр ғой енді ол кісіге, сөзіне қарағанда. Шынында да. Жоқ, мен ойлаймын, ол просто, яғни, бұл нәрсенің ең басындағы бір шок сияқты бір ойлаймын. Ол басылады деп ойлаймын. Мүмкін ол кісі дайын болмады ма отбасын құруға? Дайын болды, бірақ осы алдына келгенде кішкене нетіп қалды. Мына жерде қоссам, Лейла ханым. Бірер секунд. Сіздің құрбыңызды талдамай қойық, бірақ ол кісі өз бір нәрсені ойлап алады ғой адам. Тұрмысқа шыққанда бәрі мынандай керемет, сондай болады деп. Онымен қосылған ер азаматтың да ойы болады. Бәрі керемет, мынандай болады деп. Екеуінің ойы бірден шықпаған кезде осы жерде айтады, олай емес екен ғой, қажеті жоқ деп. Сізде неге мен сенімсіздік бар деп айттым. Сіз ер азамат өзіңіздің жұбайыңыздан қаражат сұрауды бір төмен нәрсе деп санайсыз. Табиғатта берілген әйел адам өсе келе отбасын құрып, өмірге ұрпақ әкеледі. Ұрпақ жалғастырушы. Бұл табиғатта бар, ол берілген нәрсе. Сіздің ойыңызша ер азаматпен отбасын құру белгілі бір тәуелділікке әкеледі. Солай ма? Бұл кезде мүлде ақша сұрамау емес, енді арасында айтасың ғой, енді ортақ нәрселерге. Мысалы, ремонт жасайық, баланы оқытайық, ол кезде ол міндетті. Сіз білмейсіз ғой, сәл отбасын құрған жоқсыз, оны қайдан білесіз қандай адам? Көріп отырмын ғой. Мысалы, сізге кірген көйлек, мен кисем қазір маған сыймайды, не келмейді. Маған киген көйлек сізге келмеуі мүмкін. Сондықтан сіздердіңкі келеді енді, маған келмейді деңізші. Сондықтан мысал, біреудің өмірінде болып жатқан жағдаят тура сіздің өміріңізде болу, ол тап солай болу шарт емес. Менің айтқым келіп отырған, мен сыйлаймын сіздің шешіміңіз. Сіз дұрыс деп отырсыз. Бірақ сіз өзіңізге шешіңізші, нақты біріншіден сіз сенімді емес сияқтысыз өзіңіздің шешіміңізге. Екінші, басты нақты не нәрсе қажеттігін де білмейсіз, нақты өмірлік жоспарыңыз жоқ. Лейла ханым сұрағанда шетелге барам ба дегенде біраз кішкене ойланып қалдыңыз. Егер де сізде өмірлік сценарий болып жазылып тұрса, мен биылғы 1 жылда осындай жұмыс істеймін, немесе шетелге барам. Келесі жылда мен басқаны істеймін. 3-ші жыл, 4-ші жылы мүмкін мен болашақта ұзын жоспарда бар ма деген жоқ. Бірінші сіз өзіңіздің ойыңызды түгендеп алыңыз. Түгендеп реттеп алыңыз. Дұрыс айтасыз, дайын болмағанда тұрмыс отбасын құрудың қажеті жоқ, өзіңіздің мәселеңізді шешпей. О жағы керемет. Сізге түгендеп ойыңызды дұрыстап алып, одан кейін отбасына шығу, білмеймін сіз қандай отбасыңызда шықтыңыз, қазір тікелей эфирде оны шешіп жатқым келмейді. Қандай отбасына шықтыңыз, себебі неде екенін өзіңіз біліп жатасыз, немесе өзіңіз жауап бересіз. Ер азаматқа отбасын құру ол тәуелділік емес. Ол бірігіп жылжитын нәрсе ар жағында. Міне осы жақта көзқарас, мүмкін басқа да деректер оқисыз, мүмкін басқа адамдармен, мүмкін орысында айтады ғой, отбасында бақытты адамдармен араласасыз. Жоқ, олар бақытты. Бақытты емес еді, сүйген жарларына қосылды. Яғни келешекте мен айтып отырғаным,
жоспар бойынша шетелге баруым бар, бірақ қай кезде екенін айта алмаймын. Өйткені жеке бизнес болғандықтан соның, яғни Сізді естімей жатыр, және шашыңызды жылжытыңызшы, сізде жауап қалдыңыз бәрін, жоспар бар шетелге бару деген. Бірақтан да мен қай уақытта, қай жылы, сіз айтып отырсыз ғой, яғни нақты айту керексе, осы жылы осындай кезде барам деп, оның барлығы қаражатқа байланысты, дұрыс па? Кеште мен ақша сұрамаймын деп отырмын, жеке бизнесім бар, соны көркейтем, соған табыс жинап, содан кейін барып шетелге аттанамын. Негізгі мақсат, Ләйлә ханым, кешіріңіз, аяқтайын. Сіздің сөзіңіз үстірттін. Ренжімеңіз. Ең бастысы мақсат бар. Енді Марал ханым, сіз екен сөйлеуде мүмкін емес сияқты. Мен түсінгім келеді, мен сөзбен сізді айналдырып әкеліп жатырмын, шықса екен деп, бірақ шынында да сізге біраз өзіңізді іздеу керек сияқты. Жоқ, ойы дұрыс емес деп айтуға да болмайды, Қайрат. Ойы, жеке пікірі, одан кейін... Айтып отырмын ғой, заманға байланысты. Жаман ештеңе айтып отқан жоқ қой, шетелге барып 5 ай жұмыс істеп келсем деген ешқандай қыз көріп отқан жоқ. Өзімнің бір ісімді асып, әйтеуір ешкімге тәуелді болмай, әке-шешемнен ақша алмасам. Бірақ білмеймін қашан, қай уақытта болатын, бірақ мен Марал ханым, қойыңыз енді. Мен қазір сізден 5 жылдан кейінгі жоспарыңызды сұрасам, сізде жауап бере алмауыңыз мүмкін ғой? Сұраңыз. Ортаға Омар Жәлел шақырсам деп отырмын. Филология ғылымының кандидаты. Келіңіз аға, сіздің пікіріңіз айдан анық. Бізге қыздар жас кезінен тұрмысқа бейімделу керек. Қыздарға кішкентай кезінен тұрмысқа шығатын айтып өсіру керек деген пікіріңізді мен жақсы білемін. Түрлетіңіз. Тұрзаңыз қабыл болсын, мінекей біздің қыздарымыз тұрмысқа шығуға асықпайды. Бұл бірінші кейіпкеріміз ғана, бұл басы ғана. Біздің екінші кейіпкеріміздің жағдайын естеңіз, мүлдем ұрсып қалуыңыз мүмкін, ұрсуыңыз мүмкін. Мен кішкене ғана басында тоқталып кетсеңіз деп отырмын. Қыз балаға қанша жасынан бастап айта бастау керек? Ата-ана, сен жұттықсың, сен тұрмысқа шығасың, сені дайындау. Негізінен өзі қазақта бұрын көрнекі құрал дейді ғой. Қыз балаға құрғақ уағыз айта бермей, құрғақ насихат айта бермей, іс арқылы көрсеткен. Қызды психологиялық жағын дайындаған, қыздардың бұрын жүгін берген, жасауын берген, ол кезде қазіргідей дайын өнімдер жоқ, бәрін қолдан жасаған, сондықтан қыздың жабдығын жасай бастаған. Сонда қазақ айтады, 6 жасынан бастасаң асады, 7 жасынан жинасаң жетеді дейді. Сол 6-7 жасынан бастап, сол қыз баланың өсіп келе жатқанда күнбе-күн көз алдында жүгі оның өсіп келе жатқан. Мынау сенің жүгің. Мынау сенің ертең барғандағы, осы жұмысқа барғандағы жасауың. Осы жаусады дұрыстап жина, ертең бәленшенің қызы деп айтпасын, ертең жолдасың ренжейді, ата-енең бізге сөз келтіреді деп баланы кішкентай кезінен бастап дайындаған. Қазіргі өкінішке қарай бізде барлық сатып алынады ғой. Жасауын кейбір жерлерде қолдан жасайтын шығар, бірақ көбінесе жасауды қыз бала тұрмысқа шығатын кезде 1 жылға ғана жасайды, немесе 1,5 жылға ғана жасайды. А бұрын қазақ оның бір заттың жоқтығынан емес, сол қыз баланы сол көрнекі құрал арқылы күнбе-күн психологиясын дайындау. Қыз бала өзі жат жұрт екенін, өзі тіпті мен сізге айтайын, қашан дайындағанда. Бұрын қазақта қыз бала дүниеге келгенде кім туды дегенде 47 дүниеге келді деп айтқан. Туған кезде айтқан. 47 дегеніміз қалың малдың саны. Сонда сіз ойлай беріңіз, қашаннан бастап дайындаған қыз баланы. А қазіргі кезде біз ешқандай да бұндай дайындық жасамаймыз. Бұл көбінесе бұны ата-аналары қыз балаға деген махаббат деп түсіндіреді. Шын мәніндегі бұл махаббат емес, бұл жанашымастық, бұл қыздың тағдырын бұзу. Неге? Өйткені қыз балаға кейбір ата-аналар айтады, мен осы қызымды ешкімге бермеймін, осы қызым өзімді асырайды деген сияқты. Бұл қазіргі кезде нейролингвистика программирование деген ғылым бар. Адамның бала кезде естіген әңгімелерінің бәрі адамның тағдырына әсер етеді екен. Сондықтан адамдардың тағдыры, біздің қазіргі кезде қыз балалардың тағдыры, оны Асан Қайғы айтады, оны ғарып дейді. Ғарып деген сөз ешкімге керек жоқ болып қалу. Әрине адам өз-өзін алдап жүре береді, мен керекпін деп. Бірақ енді Асан Қайғы айтады ғой, қадірін жеңге білмесе бойға жеткен қыз ғарып дейді. Бұрын жеңгелер институты деген болған, қыздарды тәрбиелеп, қыздарды психологы, оның гинекологы, оның жаңағы сексуалды бүкіл ілімін үйрететін жеңгелер болған. Сол жеңгелер және қыз баланың сау, таза, өзінің сүйген жігітіне, немесе атасылған жігітіне аман-есен қолына жеткізуінде қамтамасыз ететін болған. Егер ол қыз балаға бір пәлеге ұшырайтын болса, өмір болған бәрі болады, бірінші таяқ жейтін жеңге болған. Сондан екінші мәселе, ол жеңге тек қана қыздың осы өзінің жаңағы болашақ жарына ұзатқан үшін ол тегін жасамаған оған. Ол кәдімгідей оған пайда тапқан. Өйткені қазақта мақал бар, жеңгетай деген жаман сөз, жеңге деген жақсы сөзді, жеңгетай деген сутенер сияқты ғой. Жеңге деген жақсы сөз, сонда қазақ айтады ғой.
жеңгетай болып жүрсем қызды дейді қызды жеңге құртады, жеңгені теңге құртады дейді. Сонда бұрынғы жігіттер бірінші сол жеңгенің тілін табуға тырысқан. Оған қазіргі кезде енді ол кезде теңге ақша жоқ, ол кезде білезік, алқа, жүзік, шыт орамал, көйлек, көншек әкеп беріп, ең бірінші жеңгесінің тілін табатын болған. Сол үлкен институт болған. Сол кезде бұрынғы қыздар желкілдеп өсіп келе жатқан қыздардың басы ауырмаған, өйткені олардың қамын ойлайтын жеңге болған. Біз қазіргі кезде сол жеңгелерді құрттық. Өйткені қазір бізде жеңгелер жоқ. Жеңгелердің өздері тұрмысқа шығғаннан кейін қайын сіңлілеріне қарамайды. Кейбір жерлерде қарауы мүмкін, қазақылы жерлерде. А көбінесе оларға не айтсаңыз, олар айтады, құрсын ертең бір дұрыс тұрмысқа шықпай қалып, менен көріп жүрер деген уәж айтады. Одан кейін жеңге мен қайын сіңлінің арасы әрқашан жақсы бола бермейді де қазір. Иә, сондықтан бір-біріне жауып көрсетеді үнемі бір-бірін. Сондықтан қазақтың қызының негізінен қазіргі кезде тұрмысқа шықпай қалуы, оған бүкіл қоғам оған жауапкершілікті. Мен сізге айтайын, тіпті жеңге деген сөз ол тек қана әйел адамға ғана қатысты айтылмаған екен. Мен өзімнің әкем 70 жасында қайтыс болды. Сонда мен қалаға көшіп келгенде, ауылдан қалаға келгенде біздің көрші аспирант қыздар, магистрант қыздар шу-шу етіп біздің үйге телефон соғуға келетін. 6-7 қыз. Сонда менің әкем өзінен өзі 72-сі ғой енді. Шала білініп отыратын. Сұрайтын, мына қыздардың байы бар ма деп. Мен айтам, шыққан. Сонда өзінен өзі қиналатын. Құдай-ау, Темірбек Олжалел, Құдай-ау, мыналардың бәрін байды қайдан таптым деп. Қиналып отыратын. Неге? Сөйтсек, ол бұрынғы қазақтың ақсақалына, бәйбішесіне, ол елге қамқор адамның, әр адамның жетілдеп өскен қызбен өсіп өскен ұлға біреуіне жар іздеу, біреуін тұрмысқа беру қасиетті міндет деп санаған екен. Ол тек қана біз қателесеміз, тек қана өзінің жеңгесі ойлады. Бүкіл ауыл болып ойлаған. Жеңгеңіз бар ма? Сіздің? Жеңге бар, иә. Сырласасыз ба жеңгеңізбен? Микрофонға. Иә, сырласам. Жеңгеңіз бар, жеңгеңізге сырыңызды айтасыз. Жеңгеңіз біле ме осы сырыңызды? Біледі. Жағдайыңызды біледі жақсы. Не дейді? Мен ауыл болып ойламайық енді. Сіздің жағдайда ең болмаса жеңгеңіз ойлама дегенім ғой. Иә, ойлайды. Өміріңе араласпай-ақ қояйын дейді. Иә, дұрыс емес. Сіз айтып отырсыз. Мынау негізінен араласпай қойын, ертең бір нәрсесі болса, жауапкершілігін мойныма алмаймын. Мынау қазақта сөз бар өзі. Жаны ашымастың қасында басың ауырмасын дейді. Енді жеңгесіне ауырмасын. Бізде былайда жаны ашу деген сөзді араласпау деп түсінеді. Шын мәніндегі ол жаны ашымастықтың нағыз өзі. Қазақ өзі айтады ғой, аясаң аяма дейді. Егер шын аясаң сен, баланы аясаң, өзінің қайын сіңліңді аясаң, аяма, сен оған айт, ашық айт. Яғни сенің болашақтағы бетіңнің ашылуы, бағыңның ашылуы, ол ер азаматтың етегінен ұстаумен байланысты. Бұл Құдай бізді сөйтіп жаратқан. Жеңге деген ол бықылдап отырмау керек. Жеңге деген психолог болу керек. Жеңге деген турасын айту керек. Ол басында айтады, әрине, осылай жасың келіп қалды, оның бәрін айтады. Ең соңында айтады, өзің шеш деп. Енді бар күйге шық деп осылай нете алмайды ғой. Иә, көрерменімізге кезек берейік. Тыңдап отырмыз. Жеңгелер былқылдап отырмасын. Бүгінгі біздің хабарымыздан енді, иә, тыңдап отырмыз сізді. Эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Мен сіздердің бүгінгі программаларыңызға жалғасқанына қуанып тұрмын. 30 жылдан астам ұстаз істеп келе жатқан адаммын. Мынау кәрі қыз деген орында мен уақытында күйеуге шықпай қалған қыз деп сөзбен алмастырғым да келеді. Рас айтасыздар. Анау мектеп жасында жүрген балаларға, қыздарға ата-анасы кінәлі. Мен қыздарынан болашақты үлкен күтеді. Малтабар жасап алған ғой былай қарағанда. Қыздарды малтабар жасап алған. Иә. Менің қызым оқиды, мені бағады, жемісін жегізеді, сөнен екеуі бір күні күйеуге шығады. Сондай психологиялық оларға ахуал туғызып алған. Енді Омар ағамыздың ойын қайталап отырсыз дегенмен. Иә, қайталап тұрмын. Менің дойым сол. Сондықтан мен мына көрермен кейіпкер қызға айтар едім. Айналайын, сен күйеуге қанша уақыт шықпай жүрсең, сонша уақыт сен ер адамдардан көңілің қалады. Себебі саған қазір өзіңнің жасыңдағы жігіт емес, сенен 30-дан асқан жігіт саған көз салады. Біраз уақыттан кейін 40-қа жақындаған шығады. Біраз уақыттан кейін сен шығатын еркекте қалмай қалады, айналайын-ау. Қай кезде де күйеуге шығам десе қыз дайын болу керек. Мейлі ол 18-де болсын, мейлі ол 20-да болсын. Сенің шетелің, дипломың сенмен бірге қалмайды кейін. Сенмен бірге сенің қолыңдағы бөпең, ұлың, қызың, өрісің, бағың, жалғасың қалады, айналайын. Сол есіңде болсын. Ауылыңда қыз бар ма? Ауылыңда менің ұлыма лайық
қызыма лайық жігіт бар ма деп іздеген ата-ана қазір қасіретті сол кісілер шегіп жатыр. Шіркін-ай, қызыма енді жігітті қайдан табамын, жігітті қайдан табамын деп. Сен күйеуге шықпаймын деген қыз болмайды негізінде. Бәрі күйеуге шыққысы келеді. Бірақ біздің қазақтың анадан қалып қоймау керек, мынадан қалып қоймау керек. Тойын жасайын десе, ең құрғанда тереземді краскелеп алайын дейді ғой. Тұра тұр, сол тұра тұр мен қалып қойған қыздар. Тұра тұрма, кет уақытыңда. Сенің бағыңда сатын, жаңа мінеке айтып отыр ғой. Апа, рахмет. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Мен Есік қаласынан, Алматы облысынан хабарласып тұрмын. Мұғалімсіз, 30 жыл еңбегіңіз бар, жұмыс өтіліңіз бар. Міне қызымды ұзатқан, ұлымды келін алған, бірнеше немерем бар. Мінеки, сол өз ата-анаң жете алмаған арманына сен арқылы жеткісі келген ол жалған дүние ата-ананікі. Ал сен өз бақытыңды қазірден тап. Рахмет. Осындай құнды кеңесіңізге, осындай тәрбиелік мәні бар ой пікіріңізге. Мәселе бұл жерде Гаухардың ұятқа қалдырып, Гаухардың ой пікірін дұрыстау емес. Гаухар өзінің ой пікірін ашық айтып отырған қыздардың бірі. Қазіргі жас қыздардың басым көпшілігі тура Гаухар сияқты ойлайды. Біз Американы ашып отқан жоқпыз, шындығы керек қой. Біз оны мысал ретінде Гаухарды шақырып отырмыз. Гаухарға рахмет, өзінің пікірін ашық айтып отырған. Қазір міне әр ата-ананы кінәлап отырмыз. Ата-аналар қыздарына малтабар жасаған деп қазір. Дипломын аласың, жұмыс істейсің. Иә, Омар аға жеңгелерді кінәлады. Қайда сол жеңгелер бұлқылдап отыра бермей? Неғып отыр олар деп мысалы. Айта берсек әңгіме көп. Қазір жарнамаға үзілейік. Жарнамадан кейін бізде Әсем Хасенова 34 жаста мұғалім болып қызмет етеді. Осы жасына дейін тұрмыс құрмаған. Қазір аяғы ауыр. Өзім үшін бала туғым келеді. 3 ай екен жүкті болғанына. Сол кісінің әңгімесін естиміз қара бөлмеде. Жалғыздық жараспайды, білем. Бірақ өмірдің ағыны соған әкеліп соға берсе, көнбей қайтесің. Кездеспейді емес, кездеседі. Сүйесің, сенесің, өкінесің, өтінесің, кешіресің, өшіресің. Бәрі бір-ақ сәт. Басында қиын шығар, бірақ уақыт өте келе сол жалғыздыққа үйреніп, сіңіп бар жатқаның сонша, одан ләззат ала бастайсың. Жалғыздық, қуаныш. Жалғыздық әлем. Жалғыздық бақыт. Еркіндік. Бар болған сол. Жалғыздықтың денсаулыққа да зиян екен Лондон университетінің ғалымдары дәлелдеп шыққан екен. Және де тәжірибе нәтижесінде жалғыздықтың өмір сүретін адамдар аурушаң және де жаман әдеттерге әуес болып келеді екен. Қош келдіңіз студиямызға. Есімімді өзгертсін деп айтқан екенсіз. Біз Әсем таныстырдық көрермендерге, шет жағасын өміріңіз туралы айтып бердік. Өз аузыңыздан естісем деп отырмын, және де көрерменімізден келген бір хатты оқысам деймін. Сәлеметсіздер ме? Менің ойым тұрмысқа шығу керек, уақыт келді екен деп ойланбай тұрмысқа шығып ажырасу көп. Қазақстанда жылда үйленгендердің 50%-ден астам ажырасады. Сондықтан да ойланып асықпай шыққан дұрыс деп ойлаймын. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Амин Алибекова мінекей логин осындай екен, біздің әйел бақыты парақшасына жазған көрерменіміздің ой пікірі. Енді өте көп пікірлер жазылыпты, құрметті көрермендер. 30 жасқа жақындағанда ол қызды кім алады дейді. Көбіне не ажырасқанға, не үйленгенге тиеді. Сондықтан жас кезінде өз теңіңді табу дұрыс. Шетелге бару, мансап, материалдық жағдай бұл тұрмыста болып қол жеткізе алатын нәрселер. Өз теңіңді тауып тұрмыс құрып бала сүю бастысы дейді. Енді біздің қыз келіншектеріміз тұрмысқа шыққаны тұрмысқа шықпай асықпаңыздар, ойланыңыздар дейді. Ал тұрмысқа шыға алмай жүргендер керісінше ертерек тұрмысқа шығыңыздар деген ой пікірін жазды. Әсем, қазір жасыңыз 34-те. Қашан шешім қабылдадыңыз жүкті болуға байланысты? 1 жыл болды. 1 жылдай өзімді солай дайындадым.
Білдім барлығы қарсы болатын, бірақ мен алға қойған мақсатыма әр кезде жеттім баланың арқасында. Сол мақсатпен ғана өмір сүріп келе жатырмын. Мүмкін сүйгенді жолықтырмағаннан кейін шығар. Осы мақсатты қою. Шынайы махаббатты сезінген жоқсыз ба? Мүмкін солай да болған шығар. Шын сүйген жігітті кезіктірмедіңіз? Жоқ, менде ондай сезім болған жоқ. Өзіңіз сүйе алдыңыз ба? Ол сезімде болған жоқ шығар деп ойлаймын. Өйткені біреуді сүю үшін алдымен өзіңді сүю керек шығар. Неден қорықтыңыз? Былайша айтқанда 33 жасыма дейін мен ешкімді сүймедім, мені ешкім сүймеді. Енді бұлай уақыт өте беретін болса, физиологиялық тұрғысынан мен дүниеге бала келіп үлгеруім керек. Сондықтан тәуекелге бел буып, одан да өзім үшін босанып алайын дедіңіз. Ол екінші мақсатым еді. Бірінші өз бауырларымнан өтіп босанбай-ақ, өз бауырларымның балаларын асырап алғым келді. Туған бауырлар. Аха. Бермедім. Ол ойда келді, бірақ ата-анам қарсы болды оған. Ашық сөйлестіңіз. Аха. Ол еш біреудің баласы, бәрібір қанша айтқанмен бауыр болғанмен саған бала бола алмайды ол. Одан да ол бұл ойыңнан қайтып тұрмысқа шығуға бел байла. Егер ол сүйген адамыңды жолықтырмасаң да, өзіңді сол тұрмысқа шығуға дайында. Анаңыз айтты. Аха. Қанша тырыстым, бірақ ол ой маған келген жоқ. Ешкім сөз айтқан жоқ? Сөз айтқандар болды. Тұрмысқа шықшы дегендер болды ма? Болды. Не себеп болды? Келіспеуге? Жаңағыдай ғой, ұнамаған шығар маған. Егер мен сүйе алмаған шығармын ол адамды. Қорықпайсыз ба әкесіз дүниеге бала келуге? Жоқ, әкесі болады. Ол қарсы емес. Мен бұл жағдайдың бәрін ол кісіге түсіндіріп айттым. Онда ашық сұрай берейін, сонымен 33 жасыңызда бел будыңыз. Бала көтеруге, босануға. Кімнен? Кім көнді? Қалай шешілді бұл мәселе? Мен ол адамға жаңағыдай өзімнің мақсатымды, алға қойған мақсатыма жетуімді, бірақ тұрмыс құрмаймын дедіңіз. Құрмауға бел будым, солай түсіндім. Үйленген жігіт па? Жоқ, үйленбеген. Үйленбеген жігіт? Неге тұрмысқа шығуға қорқасыз? Мен түсінем, егер ол үйленбеген жігіт болса. Мен түсінем, егер сіз арнайы барып, спермобанкте мысалы, немесе эко арқылы жүкті болсаңыз. Ондай ойларда келді. Бірақ оның бәрі финанс жағына әкеп тіркеледі оған. Қаржы жағына? Қаржы жағына. Одан да сүйікті адамнан босанайын дедіңіз. Неден қорқасыз? Неге тұрмысқа? Әлде ол кісі тұрмысқа шық деп айтпайды деп ойладың ба? Жоқ, ол жағы мүлде ойыма келген жоқ. Қалай? Менің жұмысым жаңағыдай әр әлеуметтік балаларды или балалардың жағдайы, тұрмыс жағдайын тексеру солай болып келеді. Қанша отбасыларды көрдім, қиналып өмір сүріп жатқан. Өз отаным, өз туған ауылдарын тастап қалаға келіп өмір сүру үшін. Сол ойда бір жағынан болды ма, маған кедергі болды ма деп ойлаймын. Солар сияқты қиналып психологиялық тұрғыдан сіз біреумен отау құрып, отбасын құруға дайын болмадыңыз. Менің де отбасымның соңы, болашағы сондай бұлыңғыр болады деп ойладыңыз. Басқалардың күнде қателікті жібергенше, одан да мен тұрмысқа шықпай-ақ бала көтеруіме болады ғой деп шешіңіз. Сіздің шешіміңізге әке-шешеңіз қалай қарады? Ортаңыз қалай қарады? Туған туысқандарыңыз қалай қарады? Алдын барлығы қарсы болды. Ешқайсысы келіспеді. Оның бәрін білдім, мен алдын ала сол үшін дайындадым өзім 1 жыл бұрын. Басында ешкімге айтпай осылай жасап,
егер Алланың несімен болған жағдайда, сосын барып оларға ескертемін. Сіз Алланы жиі аузыңызға аласыз, былай қарасақ. Бірақ та жасап отырған ісіңіздің күнә екеніне өзіңіз баға бере алмайсыз, Білемін, оның күнә болатынын да білемін. Қалай келісімге келдіңіз ол жігітпен? Сіз анық айттыңыз ба бетіне, маған менің балама мен танитын адамнан, өзім сүйетін адамнан ол жігітті жалпы ұнататын бедіңіз? Ұнатамын, бірақ сүйген емеспін. Сүйген емессіз, бірақ та түсіндірдіңіз. Былайша айтқанда сіз ашығын айтайық, донор. Ол келісті, ешқандай қарсылық берген жоқ. Қандай да бір шарт қойдың ба? Мысалы, кейін мен балалы болғаннан кейін, немесе келісім шартқа отырдың ба? Балалы болғаннан кейін сен бұл балаға ешқандай хақың жоқ. Болмаса сен ол балаға тегіңді беруің керек, не бермеуің керек. Жоқ, онда ешқандай келісім шарт ешқандай болған жоқ. Ертең тегін бере ме ол жігіт баласына? Ол беруге беремін деп отыр, бірақ мен қарсымын оған. Демек, түбегейлі өзіңнің атыңа жаздырғың келеді, ешқандай да болашақта проблема болғанын қаламайсың ол жігіттің тарапынан. Ол жай ғана донор болды да? Болды. Басқа ешқандай жауапкершілік ол жігіттің бойында жоқ. Жоқ, ол қарсы емес, бірақ ешқандай жауапкершіліктен. Қарсы да емес алуға. Қайта жолыңызда жақсы адам кездесіп тұр, мысалы, қарсылық білдірмейтін. Бірақ та маған оның да позициясы айқын емес, түсініксіз ол жігіттіңкі деп. Қалай болады? Ол бала болса не болады? Оған әке керек емес пе? Оны келешекте ол түсіндіріп айтамын деп ойлаймын. Түсінетін шығар ол бала. Егер аман сау болып өсіп жатса. Қазір қанша апта? 3 ай, 4-ші айға кетіп отыр. 4-ші айға апта бойынша қанша? Апта бойынша білмедім. Дәрігерге бардыңыз ба? Қаралып жүрсіз ба? Қаралдым. Бәрі дұрыс деді ме? Дұрыс, бәрі жақсы. 19-ші апта деді ме? 18-19. 18-19 апта. Омар аға, сіздің сұрағыңыз бар екен, естіп отырмыз, сіз айта қойыңыз. Мен бір сұрақ қойын деп едім. Ол жігітпен енді қазір байланысы бар ма, жоқ па екен? Ол жігітпен араласасыз ба? Иә, араласам. Араласады ол жігітпен. Ол жігіт бәрін біледі. Бұл қыз тегін бермейтіндігін ол жігіттің біледі. Бәріне көніп отыр. Үйленген жігіт пе екен? Жігіт үйленбеген, ол жігіт үйленуге де қарсы емес, былай сезімі бар сияқты өзің, е? Бірақ біздің қызымыз көп нәрсені көрген, көп нәрсені болғанда негативті нәрсені көп көрген, әсіресе мынау келеңсіз, ажырасқан отбасын көбірек тілге тиек етіп отыр. Соған қарағанда енді отбасы деген сөзге жалпы сіздің пікіріңіз теріс қой. Айтайын дегенім, бұл әйел адамда уахма дейді арабша, қазақтар уайым дейді. Уайым деген нәрсе болады. Уайым деген нәрсе ол шайтанның азығы дейді біздің бабаларымыз. Уайым шайтанның азығы. Болмаған нәрсені ойлатып, жоқ нәрсені ойлатып қоятын. Сондықтан осы біздің қарындасымыз сол уахмаға, уайымға еріп отыр. Мен ойымша Құдайдың бұйрығын орындап, Алла тағала себепсіз ештеңені жаратпайды. Сол жігітті кездестірген екен. Енді осы жаман ойынан қайтып, сол жігітпен неке құру керек деп ойлаймын. Неге? Өйткені өзім үшін туам деген ол нағыз барып тұрған ол эгоизм. Қашанда ата-ана өз үшін емес, бала үшін өмір сүреді. Ертең баланың жүзі жарқын болу үшін, өзінің тең құрбысының арасында қор сезінбеу үшін, қазірден бастап әлі кеш емес сол жігітпен некесін құрып. Енді Омар аға, біздің қызымыз, әсем қызымыз жасы 34-те, сондықтан қазір айтып отырған ақылыңыз орынды, бірақ та әлде қашан бұл кісі өзінің шешімін қабылдап, және де сол шешімін өзгертпейтін жағдайға жеткен, солай ма? Жақсы, қоғам қабылдамайды мұны. Қалай қарайсың? Қоғамда, мысалы, өзі үшін босанып алған деген дүние жақсы нәрсе емес, жақсы қабылданбайды. Жора жолдас, туған туыс, орта, әріптес. Қиын болады деп ойламайсың ба бір өзіңе? Оның бәрін білдім. Соның ішінде ғой жаңағыдай бір жыл дайындалып, өзімді өзім дайындап.
Қызметің қандай? Қайда жұмыс істейсің? Педагог. Өзің педагогсың. Жұпар ханым, иә, тыңдап отырмыз. Иә, мен маман ретінде бір сұрақ қойғым келіп тұр кейіпкерге. Есепке тұрды ма екен жүктілік жөнінен? Жүктілік жайынан есепке тұрдыңыз ба дейді? Иә, тұрдым. Тұрдым. 18-19 апта. 5 айлықтың жобасы ғой, иә. Жақсы. 5 айлықтың жобасы. Бірақ енді шешімімді өзгертпеймін деп отыр ғой енді қыз бала. Өмір өзгере береді ғой, әлі де ойланып көруге болады. Мүмкін болса өзгерткен дұрыс шығар шешімін. Бала әкесі сөзбесін дейсіз ғой. Иә. Ішіндегі өзінің баласын жақсы көрсе, өзінің баласын, сәбиін ана жақсы көреді ғой. Сондықтан ана сол баласы үшін өмір сүреді. Сол баласының, тағы қайталап айтамын, баласының болашағы үшін ол өзінің шешімін өзгерту керек. Өйткені ол Құдайдың жолы, Алланың жолы, ақиқаттың жолы да солай. Менің пікірім солай. Ол қателеспейтін адам болмайды. Иә, адам баласы қателесіп жол табады. Қателесу бізге тән. Біз ешкім кінәлап отқан жоқпыз, бірақ дер кезінде өзінің қатесін түзеу, Қытайдың ұлы ойшылы Конфуций айтады ғой. Дер кезінде түзетілген қателік ол қателік емес дейді. Сонда мен өзім ойлаймын, қарындасымыз қазір уақытты жібере алмай тез шешімін. Бала да ертең өзінің ішінде жатып ақ өз әкесі барын сезінсе, ол да жақсы болып өседі. Психологиялық жағынан дұрыс болып туады. А егер оның қазірден бастап сезінсе, ол ертең туған кезде кемшілікпен туады, ол комплекспен туады. Оны психологтар айтып отыр ғой қазір. Сонда ойлансын, баласы үшін өмір сүретін ата ана ғой. Баласы үшін осындай Құдайдың жолымен, ақ жолмен бұрыс тартпасын, қия тартпасын деп отырмыз біз. Жақсы, рахмет. Енді Конфуцийдің сөзін сіз тілге тиек етіп отырсыз, яғни дер кезінде жөнделген қате ол қателікке саналмайды деп. Өзімнің іс-әрекетімді қате деп есептемейсіз бе? Ондай ойда болады, қате деп есептеймін. Бірақ мен шешім қабылдадым, сол шешімге, сол мақсатқа жетуім керек деп ойлаймын. Құдайда мысалы біреуміз қыз сұраймыз, біреуміз ұл сұраймыз. Кімді армандайсың? Маған ешқандай несі жоқ. Ұл болсын, қыз болсын, аман болса болды. Бұл шешім, былайша айтқанда, жастың өтіп бара жатқаны бірінші себеп болды. Екінші, біреуге тәуелді болмайым деген эгоистік пікірден кейін туған дүние. Менде де солай ажырасу болады ғой, мені де ұрып соғатын шығар, менде де бақытты отбасы болмай қалатын шығар деген қорқыныш, сенімсіздік бойдағы. Жасым келіп қалды. Ажырасты деген атқа қалғым келмеді. Ол да бар. Ал шетте отырып бала туып апты деген ат одан жақсы ма? Баланы әкесімен мен түсінемін, мен сізді қатты тым жеке бір сұрақтарды қойып кеткен шығар, бірақ та кейін болашақта әкесімен араластырасыз ба баланы? Иә, араласады. Оған қарсылығым жоқ ешқандай. Көмектесуге келгенде? Оған да қарсылығым жоқ. Ол әкесі сол болады. Ол жігіт кейін үйленгенде қандай да бір қызғаныш сезім пайда болады деп ойламайсыз ба бойыңызда? Сіз үйленіп қалуыңыз мүмкін, ол сізге көмектеседі, балаңыздың әкесі, былай қарасаңыз жаныңызда сияқты қиыншылықтарды жеңуге көмектесіп жатқан сияқты, қолдай ма арасында келіп? Жоқ, онда ешқандай қызғаныш жоқ. А егер ол мен үйленіп жатқан жағдайда, мен оған жаңағыдай еркіндік беремін деп ойлаймын. Өйткені ол менен кіші. Себебі оның кішілігінде ма? Қанша жас кіші? 6 жас кіші. Құдай-ау, 15 жас кішілер бар. Алам деп отқан жігітке. Әлде ол айтпай ма? Маған тұрмысқа шықшты. Жоқ, айтады. Айта ма? Марал ханым, айтарыңыз бар екен, білеміз. 1 минуттай уақытымыз бар, жарнамаға дейін айта қойыңыз. Сіздің шешіміңіз, әрине біз әр уақытта сіздің шешіміңізді сыйлаймыз. Әкесімен қарым-қатынасқа түседі дедіңіз, араластырам дедіңіз. Сол кезде балаңыз сұрайды, папам неге бізбен тұрмайды дегенде қандай жауап бересіз, соны ойласаңыз. Екінші сұрақ, өзім үшін тауып алдым деген сөзді мен, өзім үшін баланы дүниеге әкелем деген сөзді түсінбеймін. Өзің үшін көйлек алуға болады, өзің үшін мысық алуға болады, күшік алуға болады. Бірақ өзім үшін баланы алдым дегенге түсінбеймін. Өйткені сіз ертең тек қана өзіңіздің жеке басыңызға ғана жауап бермейсіз, ертең баланың өмірі үшін жауап бересіз. Сол кезде балаңыздың әкесін іздемеске кім кепіл?
Осыны біраз ойлансаңыз, одан кейін маманның көмегі қажет. Аяғына дейін нүкте қоймай тұрып, мүмкін психолог маманына барарсыз. Болды менікі. Рахмет сізге. Біріншісі сұрақ, екеуі кеңес болды. Балаңыз ертең әкем неге менімен тұрмайды деп сұрақ қойса ше дейді. Оған сол кезде көре жатамыз жауабын. Өзім үшін ит асырауға болады, мысық асырауға болады. Баланың тағдырын шешуге сіздің қандай хақыңыз бар дейді. Ол бала ғой. Жоқ, оны мен әкесімен араластырмаймын деп жатқаным жоқ қой. Мен тұрмысқа шықпаймын. Ол әкесіз қалмайды, араласады. Бірақ әкемен бала бөлек тұрады. Әкесімен ондай араласуды бәріміз жақсы білеміз. Ол кәдімгі воскресный папа болады. Жексенбі сайын келетін. Ертең ол жігіт үйленіп кетсе, ол әр жексенбі емес, 2 аптада бір келетін әкеге айналады содан кейін. Жүрегіңіз ауырмай ма? Уақыт көрсететін шығар енді. Жарайды. Рахмет сізге, ойыңызға, пікіріңізге. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Мен тұрмысқа шықпаймын. Біздің бүгінгі екінші кейіпкеріміз Әсемнің жағдайын өздеріңіз естідіңіздер. Енді ары қарай оңды, дұрыста, бұрыста пікірлеріңізді парақшамызға қалдыруларыңызға болады. Қазір біз жарнамаға үзілейік. Жарнамадан кейін біз тағы да бір кейіпкерімізді студияға шақырамыз, және де тікелей байланыста мен Салтанат ханымға шықсам деп отырмын. Салтанат Байқошқароваға, белгілі дәрігер-гинекологқа осы донорлар жайында нақты ақпарат білгіміз келеді. Сіздерге қызық болса, алыстамаңыздар. Бәйге, ең креативті, қызықты отбасылық құндылықтарды дәріптейтін мағыналы видеоролик авторына теледидар сыйға тартылады. Шарт, өз отбасыңызбен бірге шағын бейнеролик түсіріңіз. Бейнероликте әйел бақыты бағдарламасының жарнамасы көрініс табуы керек. Көлемі 15 секундтан 1 минутқа дейін. Видеоны Instagram желісінде АБ жарнама хэштегімен жариялаңыз. 878-485-5162 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Көлемді видео жіберем десеңіз, YouTube желісіне салып сілтемесін немесе видеоның өзін info@ayelbaq.kz почтасына жіберіңіз. Байқау 1 ай көлемінде өтеді. Өзіңізге тиесілі жүлдені алуға асығыңыз. Әйел бақытын кез келген жерде үлкен экраннан көргіміз келеді. Тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Мінекей Әсемнің әңгімесі әрине көп адамдардың жағасын ұстатқан шығар, бірақ та көп айтылмаған дүниеде қалды. Марал ханым, мен жанында отырдым ғой, енді сіз қаншама сезіп отырсыз, көмек керек ол кісіге, сөйлесу керек, ашылу керек, көп нәрсе шынында да айтылмаған шығар. Ойларыңыз, пікірлеріңіз. Енді нақ осындай осы оқиғаға байланысты. Әсемнің басындағы бар жағдай? Әсемге негізінен психологиялық көмек керек сияқты. Өйткені ол өзі солай программа, бағдарлама жасап алған, содан еш ауытқысы келіп тұрған жоқ. Жалпы енді Әсемнің бағана айтып ем қоспада. Оған мен бір совет берейін деп едім. Ертең босанып жатқан кезде де мысалы қиындық болады. Одан кейін босанғаннан кейін баланы өсіру барысында да қиындық болады. Сонда ол қазірдің өзінде ол қыз баланың бойында күйзеліс бар. Өйткені енді күйеусіз босанайын деп отыр ғой. Қалай болады, тағдыр қалай болады баланың, өзінің тағдыры қалай болады, ол білмейді ғой оны, уайымдап отыр қазірден. Сол уайымды болдырмас үшін дұрыс шешім қабылдау керек деп ойлаймын мен. Енді сіз қазір көбірек психологиялық аспектісіне тоқталып жатсыз, бірақ та өзіңіздің мамандығыңыз бойынша, былайша айтқанда гинекологиялық жағынан қиындық келтіреді Ләйлә ханым. 34. Өйткені бағанағы өзіміз айтқанда 25-тен жас асып кеткен біріншіден. Екіншіден жаңа айттым, оның бойында стресс бар, хронический стресс. Ол уайымдайды, ол қандай дегенде уайымдайды. Ол ертең, жаңа айттым, босанған кезде мүмкіндік 90% асқыну болуы мүмкін ол қыз балада. Кесір тілігі арқылы алып жататындар болады, бұл жастағыларда. Ода мүмкін. Бірақ енді кесір тілігі болу үшін арнайы көрсеткіштер болу керек. Арнайы көрсеткіш болмаса, ол өзі босану керек. Ал өзі босанатын болса, ол қазірден мынау уайымдап, әбден организм шаршап қалды, жүйкесі шаршап қалды. Ал босану үшін, босану қызметі толғақ жақсы жүру үшін ең жауапты нәрсе бұл орталық нерв жүйесі. Егер орталық нерв жүйесі дайын болмаса, ол дұрыс босана да алмайды. Қайрат мырза. Мен ойлаймын. Мұндай қыздарды жиі кездестірдіңіз бе, мысалы? Естіген ол бір бөлекті, көрген мүлдем бір бөлек нәрсе. Мен енді сахнада жүргеннен кейін былай көре жатпаймын, мен олармен сөйлесе бермеймін. Мен эстрадада кім өзі үшін бала туғанын айтайын ба?
Жоқ, енді олармен сөйлесіп жатпаймын ғой мен. Олардың мысалы сырларын сұрамаймын. Ол маған керек емес те мысалы. Бірақ ол өзіне ренжілі деп ойлаймын. Мысалы, мен былай айтайыншы, міне, мысалы қарап. Мен сенің фанатыңмын. Сен десем, ішкен асымды жерге қоям. Сенен бала сүйгім келеді. Көндірем сені. Пікірің, көзқарасың. Мен енді ондайға бармаймын деп ойлаймын, өйткені мен шатасып қалдым, сөздің шыны керек. Мысалы, мен мысал ғана келтірдім, былайша айтқанда, сенің бір фанатың сенен бала сүйгісі келеді. Мен ондайдан қашам. Ешқандай да міндетсіз. Маған үйлен, ана мынаусыз. Бас тартамын, ол дұрыс емес. Бас тартасың. Мүлдем дұрыс емес ол. Өйткені сен өзің мысалы, мен ертең жаңағыдай айтып отырмыз ғой, ертең мысалы ол еркек болып мен бірге тұрмасам ол мен, ертең мен тәрбиелемесем баламды, ол қалай мен ертең біреуге мысалы орғымды шашып кеттім. Ол болмайды ғой, ол ұят нәрсе ғой. Ол ұят нәрсе емес, ол мен оны сатып кеттім деген сөзді мен өзім ұрпағымды, ол болмайды ғой. Мен дәл қазір Салтанат Байқошқаровамен хабарлассам деп отырмын. Ұрық шашуға байланысты мұның барлығы заңдастырылған. Қазір анық білейік. Салтанат ханым, сәлеметсіз бе? Сәлемат. Аман есенсіз бе? Аман есен. Қалдарыңыз қалай, даусыңыздан танып тұрмын. Шүкір, бәрі жақсы, шүкір, рахмет. Салтанат ханым, сізді бір ғана сұрақпен мазаласам деп отырмын. Яғни осы қазір барлығы заңдастырылған. Урология тарапынан алсақ та, мынау гинекологияда да сіздерде арнайы сперма банктың бар екенін білеміз. Иә. Осы қызмет түріне байланысты біз нақтырақ білгіміз келеді. Енді сұрағыңыз бітті ма? Иә. Қызмет бар ма, бар болса қанша тұрады және де бұл қалай жүзеге асады? Бұл қызметті пайдаланатындар кімдер біздің елімізде? Иә, оны өте сирек пайдаланады. Оның керемет қып айттыңыз, спермбанк деп. Енді мен басқаша атауын білмейді екенмін, қалай аталады ол? Көп болса, бір-екі ғана, 2-3 адамның ғана жаңағы аталық ұрығы сақталған. Өйткені оларды табу да ер адамның қазір ұрығының сапасы да төмен, оның үстіне жаңағы неше түрлі инфекциялар болғандықтан біз оны алып жай әшейін қолдана салмаймыз. Қаншама іріктеуден өткіземіз. Сондықтан 100-ден мүмкін, 100-ден 2-3 ғана шығуы мүмкін, мысалы, жақсы деген бізге жарамды деген. Сондықтан ол ондай мүмкіндік бар, бірақ өте сирек кездеседі донорлар. Ал енді оның қажеттілігі, мысалы, көбінесе ер адамда ұрық жоқ болса, соларға қолданылады. Ал енді жеке басты әйелдер, мысалы, күйеуге шықпақ, немесе күйеуінде күйеу бір жағдайлармен, мысалы, дүниеден озып кеткен басқа да жағдайлар болады ғой, әртүрлі. Сондай жағдайларда қолданады. Бірақ оның бәрі жаңағы әрбір донорлық ұрық ол бір арнайы тапсырыспен ғана дайындалып тұрады. Өйткені оны айтып отырмын ғой, донорлар аз болғандықтан өте олардың тексерілуі қиын, оның бәрі қаншама инфекцияға тексеріледі. Жақсы, ал оны пайдаланушылар бұл қызметтің ақылы екенін біледі, иә? Иә. Сұрауға болады ма қанша? Ақылы екенін біледі, оны өте сирек пайдаланады. Және де оны әртүрлі, екі түрлі әдіс бар ғой, жатырышылық инсеминация дейді, арзан түрі. Немесе жаңағы күрделі эко әдісіне, көбінесе эко әдісіне қолданады. Сондықтан ол әшейін ол дүкендегідей барып сатып алатын ұрық емес қой, ол келгеннен кейін ол дәрігер көреді, ол әйелдіге қалай көмектесу, ол жасын өткізіп ғана ел шығару мүмкін қырықтардағы. Оған ең күрделі технологиялар кетті мүмкін. Сондықтан жалғыз әшейін ұрық, ол ұрықтың жаңағы сумасымен ғана шектеліп қалмайды ғой оның бар. Өзі тексерілуден өткізіледі. Ол қаншама экстракорпоральды ұрықтандыру бағдарламасына барады. Сондықтан ол арзан емес. Арзан нәрсе емес, әрине. Ол донорлық ұрықтың мүмкін бір жасағаны бір 50 мың теңгедей, 30 мың теңгедей, мысалы, әр түрлі жағдайда мысалы болады 50 мың теңгенің ояқ-тұяқ десек, ал енді технологияның құнын қосқанда ол біраз ақша болады. Сондықтан оны табиғи
жаңағы жүктілік болуға жетпейді ғой ол оған, енді жетпейді. ең дұрысы сол ғой. Ал болмай жатса енді амалсыз осындай жағдайларға келеді. Енді өзінің баласының әкесінің кім екенін білмейді ма сонда? Әлде айтыла ма ол кісілерге? Біздің заң бойынша негізі анық айтылмайды. Анық айтылмайды, құпия. Жасы, бойы, білімі, бойы, көзі, біздің жаңағы қарама көп па, ұлты қандай, соны ғана айтылады. Ал енді ол егер біз бәріне информация беріп отырсақ, онда еркектер донор болмайды. Өйткені ертеңгі күні оны әйелдер қудалайды ғой. Баламның әкесі осы деп алимент сұрап, оның керек емес. Сондықтан заң бойынша олар еркектер анонимно тапсырады, анонимдік түрде. Жақсы. Рахмет, ақпаратыңызға рахмет, мұнда бір алғыс, көп рахмет. Енді бүгінгі біздің кейіпкерлерімізге, бұл жалпы біздің көрермендерімізге біз тек қана дұрыс ақпаратты беру тұғын мақсатымыз. Ешқандай да бұл жерде жарнама жоқ, дұрыс түсініңіздер. Бұл өте сирек пайдаланатын процесс, яғни бұған көп адамдар жүгіне бермейді. Оған да шүкір дейік, е? Ортаға мен қазір үшінші кейіпкерімді шақырайын, бірден уақытымыз өте аз қалды. Айгүл Сейдалиева, 4 баланың анасы, 4 дипломы бар, аяулы жар, сыйлы келін, 24 жасында тұрмыс құрған, қазір жасы 32-де. Тұрмыс құрыпта, оқу оқыпта, жұмыс жасауда барлығына үлгеруге болады дейді. Қош келдіңіз, ой, қандай батыр. Ай, асал балапан, жағдайың қалай? Кел, жіберіңіз, тартпаңыз. Көкелерімен амандасуға жүгір. Ассалаумағалейкум. Ұялма, сен тікелей эфирдесің. Есімі кім? Нұрмұхамед. Нұрмұхамед. Ал Айгүл ханым, қош келдіңіз. 24 жасында тұрмысқа шықтыңыз. Бүгінгі хабарымызда тұрмысқа шыққым келмейді деген қыздарға керісінше тұрмысқа шығу керек, міне мен бақыттымын деген жанның әңгімесімен аяқтағымыз келеді. Позитивті ой пікірмен аяқтағымыз келеді. 2-3 күннен кейін диссертация қорғайын деп отырсыз. Құдай қаласа. Қалай үлгересіз? Негізі ниет болса, бәріне де үлгеруге болады. Тұрмысқа да шығуға, білім де алуға, карьера да жасауға, шетелге де баруға, оның бәрін балалы болып, отбасы болып, соның бәрін жасап келатырмын. Мүмкін сіздің күйеуіңіз жайлы шығар, жайлы және әрқашан маған қолдау көрсетіп отырады. Ол өзі шетелде білім алған азамат және маған ешқашан білім алуыма қарсы болмаған. Сіз Назарбаев университетінде магистратурада оқисыз? 4-ші дипломым және 4-ші баламды жақында босандым. Міне нағыз шапалақ ұратын жер. Нұрмұхамед, білесіз бе не үшін шапалақ ұрып отырмыз? Білмеймін, тәтелер әйтеуір шапалақ ұрып отыр ғой деді ғой ішінен. Негізі айтып отырмын ғой, жаңа бір-біріне сәйкес болады ғой, енді Алла тағала жайдан жай қоспайды ғой, мысалы екі нені. Дұрыс па? Бір-бірін түсініп, әйтеуір. Бір жылдан кейін Гауһар келсе, кішкентаймен. Мен де таптымын деп па? Бір мәселе айта кетейік, жаңағы болған оқиғалардың бәрін сараптай келіп, бұл бір ғана қыздың кінәсі емес қой, бұл қазақ қоғамының өте күйзелісті жағдайда екенін көрсетеді. Кризис дейді ғой, дағдарыста. Өйткені қыз баланың жол жіңішке дейді, қыз баланың қазақында қазақ ешқашан тағдырын өзімен қалдырмаған. Жіңішке болғандықтан аялап, жан-жағынан қоршап, алып келген қыз бала тек бір-ақ жағдайда таңдаған, шариғат бойынша ол күйеуге шыға ма, шықпай ма, соны таңдаған. Я немесе жоқ. Я немесе жоқ. Шариғат бойынша. Қалғанын бәрін ата-аналар алып келген. Сондықтан біздің қазіргі кездегі ата-аналар ойлану керек, өзі біледі дегенді қою керек. Егер қыз бала өзі білетін болса, ұл бала өзі білетін болса, ата-ана не үшін керек онда? Сонда не үшін сен оны дүниеге әкелдің, егер сен оған жауап бере алмасаң? Сондықтан біздің ата-аналарымыздың өзі кәмелеттік жасқа толды ғой енді, ол өзі біледі дегеніміз. Тең праволық құқығы бар. Мысалы біз әдемі кетіреміз ғой. Ол өте бұны мұнафиқтық деп айтуға болады. 200-лік дейді, орыстар фарисейство дейді, 200-лік. Баланы туып, енді ең шешуші сәтте сыртқа алу бұл 200-лік. Егер сен Алла тағала өзі сен бала тудың ба, сен оның қызды тұрмысқа беруге, ұлды үйлендіруге сен міндеттісің әке ретінде. Бала сондықтан қазіргі кездегі жаңағы бор кемік әкелер ана өзінің сөздерін қою керек. Осы қызымды мен жақсы көремін, тұрмысқа бермеймін деген. Ол деген оңбағандық сөз, оны айтпау керек оны. Неге? Өйткені қыз бала, мені жолы біздің бір мұғаліміміз айтып отыр ғой, психолог. Тіпті қыз бала бой жеткеннен кейін әке оны асылып сүйеуге де қақысы жоқ дейді, маңдайынан иіскеу керек дейді, неге қытық оянып кетеді дейді. Қыз баланы қазақ солай сақтаған, тіпті әкесінің өзі қақысы болмаған, маңдайынан ғана иіскеген. Сондықтан қазіргі кезде біз аялап өсірген қыздарымызды осындай жағдайға түсірмес үшін біз қазақ қоғамы қыз балаға көзқарасымызды, өзіміздің ата-бабалардың көзқарасын қайтып келуіміз керек. Ал енді атақты адамдардан бала туып алған
атақты адамдардан қазақ қоғамында болған прецеденттер, бірақ ол басқа әңгіме, оған кейін тоқталамыз. Мен бүгінгі кейіпкеріміз Айгүлмен әңгімемізді жалғастырайық. Уақытымыз өте тығыз қалды. Қайраттың бір әдемі жаңа әннің тұсауын кесеміз бүгін оның үстіне, солай ғой? Жаңа ән емес. Жаңа емес, бірақ өзімнің әнім. Өзіңнің әнің, композитор ретінде. Дұрыс, бәрекелді. Айгүл ханым, айтыңызшы, 24 жасыңызда ол жігітпен қанша уақыт жүрдіңіздер? Бір жылдай дос болдыңыздар. Дайым болдыңыз, е? Иә, морально дайым болдым. Қорқан жоқсыз еш нәрседен? Жоқ, қорқан жоқпын. Осы шетел көрмей қалам деген уайым болған жоқ? Мен шетелге тұрмыс құрғаннан кейін бардым. Даже екі қабат аяғым ауыр болып жүріп, барып білімімді арттырып келген кездерімде болған. Англияға барып. Керемет. Үшінші баламда және төртіншісінде мен Назарбаевты бітіргелі жатырмын. Бәрекелді, бәріне үлгеруге болады, е? Бәріне де үлгеруге болады, әрине. Біздің қыздарымыз неге осылай ойлайды? Мысалы, қазір мансап қуу керек, жағдай жасау керек, жеке ісім болса екен дейді. Мүмкін қорқатын шығар. Неден? Бала деген көп уақыт алады. Аяққа байлау болады. Ол ботқа пісіру, жаялық тазалау емес, сонымен қатар барлық нәрсені де алып жүруге де болады. Тем более Гаухар ағылшын, қытай тілдерінің де маман, шет тілдер білгесін мүмкіндіктер де туындай береді. Біз отырмамыз керек. Қашан маған мүмкіндік туады, кім маған жағдай жасайды, сол жағдайды өзіміз жасауымыз керек. Күйеуімізге деп айтып қойыңызшы. Қыз қазір жағдай жасау керек, бұл онсыз да жағдайын жасағысы келіп жүрген қыз. Қорқытпаңыз. Енді қарасыңыз кім сіздің? Айгүл. Айгүлдің түрін қараңыз. Айгүлдің түрінен нұр төгіліп тұр. Иман төгіліп тұр. Неге? Башқұртстан атамыз айтады ғой, әйелдің ең жаманы ішінен бала тумаған әйел дейді. Неге? Өйткені ішінен бала тума әйел кеңімейді дейді. Яғни рухани жағынан өспейді. Оның дейді, қатты айтады, шегі жіп болып кетеді, бүйрегі құрт болып кетеді дейді. Яғни өзім үшін өмір сүретін әйелдердің қараңыздар, олардың түрлерінде нұр да, иман да болмайды. Әйелдің әулиелікке жетуі тек қана күйеуін күтумен және дүниеге ұрпақ әкелумен. Ол Құдай тағала сөйтіп жаратқан, әйел бақыты деген негіз хабардың аты өте күшті қойылған. Осылай әйелдің бақыты дегеніміз осы міне. Міне Айгүл, сіз негізі бүгінгі хабарымыздың бақытты әйелсіз. Енді ешкім сөйлемей-ақ, біз бәріміз сіз туралы дифирамба тыңдасақ болатын сияқты. Бәріне дұрыс, өте дұрыс. Біз көбінесе қандай тұрмысқа шықпаған, карьера жасаған қыздарды, артистерді насихаттаймыз да, осындай әрі тұрмысқа шығып, әрі карьера жасаған көп балалы аналарды біз насихаттамаймыз. Өте дұрыс. Айгүл ханым, сіз аяқтаңыз. Біздің қыздарымызға, біздің сіңілдеріме айтқым келетіні, карьерада жасаңыздар, оқыңыздар, білім де алыңыздар, бірақ Қазақстанның демография үлесін қостыңыздар. Жақсы, рахмет. Қайрат мырза, мінекей микрофон сізде. Төрге шығыңыз, әдемі әніңізді бізге арнаңыз. Айгүлге арнаңыз. Сіздер билемейсіздер ма? Біз билеуіңізге болады, біз билейміз де, жақсы ма? Біздің кішкентайларымыз сенің қасыңа барып билесе болады. Келдер, екеуі. Жүгіре қойыңдар, кәне, билеңдер ағаларыңмен бірге. Менімен бірге деген Қайрат Түнтековтың өзінің әні, қазір әйел бақытын осы әнмен тәмамдасақ. Кеттік. Қайшылысқан көлік, адасқан адам, толған қаладан. Алыстағың келсе, барлық қайғыдан, елікте маған. Қаншама қайғы болса да көңіліңде. Бақыттың әнін менімен сезініп бірге. Шуаққа толған, жайнаған, көрікті әлем. Жеңілме, сезімнен ешқашан, жетесің бақытқа аңсаған. Айналан, шуаққа толған, жайнаған, көрікті әлем. Жеңілме, сезімнен ешқашан, жетесің бақытқа аңсаған. Үмітсіз күннен шаршаған кезде, қуанышсыз өткен
өмірге күнде қайғыра берме. Қаншама қайғы болса да көңіліңде бақыттың әнін менімен сезім бірге. Айналам шуаққа толған, жайнаған көрікті әлем. Жеңілме сезімнен ешқашан, жетесің бақытқа аңсаған. Айналам шуаққа толған, жайнаған көрікті әлем. Жеңілме сезімнен ешқашан, жетесің бақытқа аңсаған. Ой, бәрекелді. Дуға шапалақ кәнеке өтіңіздер. Құрметті көрермен, бүгін Б тобындағы Словакия мен Англия құрамалары арасында футболдан 3-ші тур ойындар өтеді. Ойын сағат 00:50-де тікелей эфирде ұлттық арнадан көре аласыздар. Қайрат мырза, мыңда бір рахмет, әдемі ән болды. 17:30-да жаңалықтар. Қазір енді жүрегім сізге аманат телехикаясын тамашалайық. Рахмет сіздерге. Рахмет.